Саламатсыздар достар. Мен Турдиева болсам, азаматтық белсенді Маңғыстау облыстан облздыраққа келіп тұрмын қазір. Басшының или зам директордың приемына кірейін деп, бәрі жиналыста дейді. Бәрі бұлар бір күнде бір бітпейтін жиналысы бар әйтеуір. Ауырып келіп тұрмын, 5 ай болды, 5 айға жақындап қалған шығар. Емді ала алмай отырмын. 3 ай мен основной биологический препаратымды тоқтатып тастады. Бір жаралар шығып кете береді, соның причинасын таппай жатыр. Комитет медицинского и фармацевтического контроля арызданғанмын. Сол кезде ана поликлиника предписание шығарған, облздрав бәрі хабарда, бірақ содан предписание шыққаннан бастап 1,5 ай өтті. Әлде де мен ешкім дұрыс қарап отқан жоқ. Міне, Қазақстанда медицинаның саласы осындай болады. Арам өлесің сен. Сол үшін міне қазір айтайын деп отқан, маған бірдеме болса, қазір таңда ауырып тұрмын мен. Основной заболевание артрит ревматоидный, қосақыл аурулар, қобыл, астма бар. Осы аурудың бәрін қудалауға түсіп, қайта-қайта мені қамап тастап, сол ауруды содан таптым. Қарамыздай камераға қамат, жаңа билікті сынға алған үшін митинг алдында. Міне, осылай біздің медицина саласы осындай. Альназарова шайқап, 700 мың туфлиін киіп жүреді, $6,000 сумкасын ұстап жүреді, жаңа очкиның оправасы $1,5 миллион тұрады. Миллиондап айлық алады, халық төлейді бұларға да айлықты. Міне, бұл жерге сөйлесейін деп келіп тұрмын да, ешкім жоқ басшыларынан. Жиналыс дейді, қайда барсаң да, өткенде көрдіңіз ғой, больницаның басшысына да кіре алмайсың, жиналыс. Мен түсірдім өткенде эфирді. Енді қазір мына жерде отырмын. Мен ертең аяқ асты маған бірдеме болып қалатын болса, осылардан көріңіз. Мына облздравтың Избасаров фамилиясы, мен білуім бойынша. Облздрав, Маңғыстау облздравтың басшысы Избасаров, Мұнайлы аудан поликлиниканың басшысы Байғожаев, үлкен аудиті, старший аудит Зияда Надировна, фамилиясын ұмытып қалып отырмын. Зам директоры бар, Рысбекова Ляззат Төлепбергенова, солардан көріңдер. Бұлар тікелей акиматқа бағынады. Мен кейде ойлаймын да, мен осы 5 айдың ішінде 5-6 рет шатып шыққан шығармын больницаға. Алматыға барып келдім. Оған қаражатым жоқ. Қайтадан активистер ақшалай көмектесіп жатқан, сау болсын. Рахметімді айтам соларға. Жолымды көтеріп берген. Енді міне осындай жағдаймыз. Сөйлемесеңдер, осылай бір күні арам өліп қаласыңдар. Мен осылар кейде андай ойлар келеді да, бір қазір 2-ші группа мүгедектігім болғасын, қамай алмай отыр да. Сосын әдейі осылай или қатты емдеп жібереді. Мысалға, мен қазір основной аутоиммунный заболеваниеге мен биологический препаратымды жара шыққасын үстіме ала алмай отырмын. Достар, осы видеоны сақтап қойыңыз, маған бірдеме болған жағдайға осыны шығарарсыңыз. Сол жаңа айтайын деп отқаным. Фарм контрольға барып келдім, жаңа экспертиза жүргізіпті. Мұнайлы ауданына штраф салған, предписание берген 1,5 ай бұрын. 1,5 ай әлі сол өтіп кетті, айға қарап отыр әлі. Мен іздеп жатқан адам жоқ поликлиникада. Мені баяғыда уже Алматыға обследование жіберетін адамдар ғой. Заявление жазсам, Мұнайлы аудан поликлиникасына, Казахский институт дерматологии бар Алматыда, соған жіберіңдер деп. Біз қараусыз қалдырды. Бұл жағдайымыз. Байғожаев деген Мұнайлы аудан поликлиникасы АГКП 2 Ақтаудың поликлиникасынан ауысып келген. Сол кезде көріп атқан шығарсыңдар, ана бір 13 жасар балаға дұрыс диагноз қоймай, аппендицит болған екен, сөйтіп қайтыс болып кетті. Сол сояқтан бізге ауысып келген. Ешкім жауапкершілікке тартылып атқан жоқ директордан. Тек орнын ауыстыра қойды, болды. Ешкім сотталмайды, адам өлтірсе де, не істесе де, бұл Қазақстанда мемлекеттік органдардың адамдары, Тоқаевтың электораты бар ғой, солардан ешқайсысы сотталмайды.
орын ауыстыра қояды, болды. Міне, отырмын енді, мына есіктің алдында, мына облздравмын. Маңғыстау облысының облздравы. Сөйтіп, қайда барсаң да басшыларына кіре алмайсың, адам құрлы көрмейді сені. Бір бітпейтін жиналыстар бар, бұл жиналысқа жаңағы ана Тоқаевқа әйтеуір әнұран айтып, патриоттық, өтірік патриот болып видео түсіріп салғаннан басқа ештеңелер жоқ. Фотоотчет сондай. Қазақстанда қай салаға барсаң да сол. Сендер үндемей отыра берсеңдер, осылай арам өлесіңдер. Ауырып бүйтіп өліп қалғанша үндемей сөйлеп қалыңшы, сөйлеп. Құдай-ау, ана көріп жатырмыз, біреу өз-өзіне қол жұмсаған. Айтып кетші, сірә өліп жатсың ғой деймін да. Айтып кетіңдер. Сол. Не айтамын, достар? Сол. Ең жаңағы не? Бұны да кейде саяси қудалау деп есептеймін да. Не үшін қолдарына келген зат неге обследование уақытылы жасамай, неге маған ана алып биологиямды қайт неге жалғастырмаймын мен да. Кеше консилиум өтті. Консилиумде Біздібай Айдарбаевич деп заместитель заведующий по лечебной части больницаныкі маған бедейді. Диаскин тест тапсыру керек дейді. Туберкулезге тексерілетін бар ғой. Сондай тапсыру керек. Мен айтам, показания болмаса, мен не үшін тапсырам? Рентгенім таза. Ана жаралардың шығып атқан себебін, соған себеп қылып, маған тапсыртайын деп отыр да. Мен оған күмәндандым. Неге десең, осы бір жыл бұрын сондай оқиға болған. Олар менің ойлауым бойынша сөйтіп жаңағы бір қитұрқы әрекет жасап, мені ана туб диспансерге жауып тастағысы келіп отқан шығар деп ойлаймын да. Показания жоқ, фтизиатр шақырттым. Фтизиатр вообще басқаша айтып отыр. Дәл қазір диаскин тест керегі жоқ деп. Сол қаяқтан ойлап тауып отыр да. Бұларға акиматқа бағынғасын тікелей сенім жоқ бұл врачтарға. Білесіңдер ғой, мына белсенділерге бұйрық қайдан келеді? Акиматтан келеді. Ақордадан акиматқа, акиматтан ары қарай. КМБ-ң бар, ментің бар, прокуратураң бар. Сол. Осына фиксация жасайын деп шығып атырмын эфирге. Сол, достар. Айтып қалайыншы деп, ертең аяқ асты. Мен Құдай сақтасын, өліп қалсам мен де. Сөйлеп қалайын да. Сондай, достар. Белсенділердің қатарларына қосылу керек қой. Қашанғы өйстіп құл болып өмір сүреміз, бейшара болып, больницаға жата алмасақ, дұрыс обследование өткізіп бермесе, бізге не істеп жүрміздер сонда? Не үшін жүрміз біз? Басымызды көтеріп, өзіміздің елімізде емін еркін өмір сүре алмасақ. Облздравтың бастығына кіре алмасаң сен? Мен жаңа есіме түсіп отқан. Біздер бір рет Алматыға жаңа қаңтар оқиғасына бойынша бір 4 евродепутат келген. Сол кезде сол Испанияныкі бір евродепутат Начо Санчес Амор деген сонымен кездестік. Тіпті бар ғой, біздің шенеуніктермен салыстыратын да емес та. Енді белден Евроодақтың депутаты да қарапайым адам, қарапайым киінген, сенмен кәдімгі күш сөйлеседі. Біздің шенеуніктерге келгенде білмеймін, бір грубо айтып қалсам, түш алмай жүрген бірдемелер ғой енді былай. Сол үшін сотталсам да, мен айтып қалайын. Кісі болып қалған бәрі. Кісі болып қалған. Бар ма? Кім бар ояқта? Жоқ, маған зам директор или директор дедім. Апа, маған аудит керек емес. Шешпейді ол проблема. Жоқ. Ат жөні кім, должности қандай, әчере қойыңыз, апа.
Должності қандай? Должності. Бас маманы. Мен айттым ғой апа, зам директор, директор. Одан төмен жиналыстан шықсын. Жұмыстың ортасында постоянно жүрсіз. Қайда? Канцелярскийде жиналыста отыр. Апа маған айқайламаңызшы. Айқайламаңыз. Түссін. Айтыңыз астына. Мен сізге қатты сөйлеп жатқан жоқпын, апа. Сіз маған, мен сізге түсіндіріп айтып отырып қой енді. Зам директор, мен күтем, қазір жиналыстан шықсын, күтем. Мен бас маман керек, менімен сөйлескісі келсе, өзі төмен түссін. Мен аяғым ауырып тұр. Сендерде лифт жоқ ана жерде. Не сол? Бас маман дейді. Не ішеді ол бас маман? Облздырақтың директоры айға қарап отырғанда. Сол. Жаңағыдай айтам да, ол жерде қошын келет қызығатын жаңа демократиялық елдерге да. Біздерде бір бәрі кісі болып қалған. Халықтың мұң-мұқтажын тыңдағысы келмейді, ауырып келсең де қабылдамайды сен сондай. Іште болса қабылдайды, жоқ қой, сен түсінесің бе, жоқ іште. Жұмыс уақытында іште отыру керек. Конференция залда отыр. Мен сізді кіргізіп жіберейінші, бәрі көріп қайтаршы, кіргізіп. Иә, мен кіргізіп жіберіңіз мен. Кіргізіп жіберіңіз. Айқай шығармайсыз, айқай шығарса, сосын мен 102 шақырып тапсырып жіберейін деп тұрсыңыз, апа? Жоқ. Жоқ, апа. Каждый адам үйіп келетін болса, неміз қалады біздің деген. Апа, мен ойнап келіп тұрған жоқпын. Неге күнәсі жоқ? Қандай күнәсі бар? Не плановый проверка жасасын, поликлиникаларды қадағалап қарасын. Міне қағаз түсіп тұр, оларға жалобы түсіп тұр, проверканың экспертизаның қорытындысы түсіп тұр. Неге шара қолданбайды, Избасаров? Неге шара қолданбайды? 1,5 ай өтті, мен әлі жүрмін, обследование ала алмай. Шара қолдану керек қой осының бәрі. Маған ответ берді. Қай клиникасы? Мұнайлы аудан поликлиникасы. Мұнайлы Мұнайлы аудан поликлиника. Мен қазір мына экспертиза бойынша құжаттармен келіп тұрмын. Қандай шара қолданды, штраф салынды ма, басқа қандай нелер, соны біліп кетейінші деп, сосын жаңа айтып кетейін дедім. Мені әлі 1,5 ай от, ответственный лицоны қойып қойған, ол мені іздеп атқанда жоқ. Мен сонда күтіп, соларды үйде жата берейін ба? Мен зам директормен сөйлесем, өзінің контроліне алсын, шықсын поликлиника, айтатын айтсын. Маған жаңаға ойбай, мына жерде үпет-сүпет деп бұлай шығар жүрет керек емес. Нақты ма? Айтсын. Өздері түссін, мен аяғым ауырып тұр, мына сынық аяғым ауырып тұр мен. Үйдек 4-5 ай болып жағалаш жүрген мен. Больница көз ашпадық қой. Больницадан. Әдей істеп жатыр ма, білмеймін мен. Ауырып, қайта больница салып тастайды, анда кесіп тастайды, уже 2 рет кесті, жараны бар ғой. Сол себепті Гүлназдың сотына, бірде-бір сотына хат салмадым мен. Әдей істеп жатқан сияқты соны. Өлеміз бай енді? Өлсек те сөйлеп өлем мен. Санамасың? Турдиева, сіз кім боласыңыз, апа? Канцеляриядан емес, маған зам директор, мен директор деймін, апа. Керегі. Үлкен басшылар керек маған. Арыз бар менде, қорытындысы бар. Неге шара қолданбай жатыр поликлиникаға? Неге қадағалап қарамайды, соны біліп кетейін, сөйлес. Мынау келе береді қасыма. Мына канцелярияның қолынан не келеді? Дым келмейді ол. Апайым, мен сізге айттым ғой, мен апам сөйлетпей қойыңшы, мен сізге айттым, зам директор или директор. Қазір неден шыққаннан кейін қабылдайтын болсам, мен күтемін осы жерде.
достар, қазір басшылар ана шығып қорытындысын айтам, сөйлесейін. Қарай, қандай әрекет жасайтынын көрейік. Телемедицинаға республиканский деңгейге. Сізге айтып жатқан жоқпын, апа. Фамилияңды айта қойшы. Турдиева фамилиям, ол болсын. Турдиева. Турзиева. Телемедицинаны да ұйымдастыра алмай отыр поликлиника. Турзиева. Еніңді айта қойшы. Жақсы достар, қазір кешірек шығармын. Да.